Бүгінгі құрметті әріптестер, бүгінгі лекциямыздың тақырыбы жазу мен ауызекі тілдің әсерлесуі кейбір белсенді үдерістер деп аталады. Бұл лекцияның, дәрістің бұл тақырыбы әрине жазуға байланысты және ауызекі тілдің жазуға ықпалы, жазудың ауызекі тілге ықпалына арналады. Әрине бұл үлкен үдеріс, тілдегі үлкен процесс, оның барлығын бірдей менің бейнем көрініп тұрған жоқ қой дейме? Айта беріңіз апай, даусыңыз. Олардың барлығын бірдей жаңағы айту мүмкін емес. Әр тіл деңгейіне байланысты алатын болсақ, онда бұл үлкен лекция болады, және ол деңгеймен алатын болсақ, кәдімгі үлкен зерттеуге айналады. Бұл естіліп тұр ма? Мен тіпті не қалдым ғой? Иә, естіліп тұр апай, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Менің видеомды көрсет. Мұна. Сондықтан біз қысқа ғана болды. Рахмет. Қысқа ғана кейбір тілдік үдерістерге ғана тоқталамыз. Бірақ алдымен тағы да кешірім сұрайын әріптестерден. Өйткені мен Zoom-мен күнде жұмыс істеп жүрмін, бірақ бүгінгідей болған емес. Неге екенін білмедім, осылай болып қалды. Енді бірден әңгімеге көшейік. Жазу мен жалпы ауызекі тілдің әсерлесуі дегенді қалай түсінуге болады? Тілде жалпы лингвистикада универсалды ұғым бар, ол әдеби тіл деп аталады, және ауызекі тіл бар. Ауызекі сөйлеу тіл дейміз біз, әркім әрқалай атайды, бірақ енді ауызекі тілдің екі түрі бар деп айтылып жүр. Бірі ауызекі тілдің шаршытоп алдында ауызекі тілмен сөйлеу үрдісі бар да, содан кейін керісінше кәдімгі қарапайым ауызекі сөйлеу тілі бар. Біз әрине бұл жерде жалпы ауызекі тіл ұғымының жазуға әсері, жазудың ауызекі тілге әсері жөнінде айтқымыз келіп отыр. Әдеби тіл, өздеріңіз білесіздер, бұл тарихи процесс, тарихи құбылыс. Бір ғасырда пайда бола қалмайды, бір күнде пайдала бола қалмайды. Және әдеби тілдің бірнеше стильдік, функционалды стильдік тармақтары бар екенін білесіздер. Сондықтан әдеби тіл туралы ұғым бұл тарихпен, қоғаммен, оның ішінде әрине міндетті түрде жазудың тарихымен байланысты ұғым болып саналады. Жалпы әдеби тіл ұлт пен қоғамның рухани айнасы, қоғамдық сананың көрсеткіші деуге болады. Әрқашанда кезеңдік сипаты бар. Әрбір дәуірдің, мезгілдің тілдегі көрінісі екені ғылыми түрде дәлелденген. Ол бүгін айтылып отырған нәрсе емес, бұрыннан қалыптасқан ақиқат. Енді қазіргі кездегі қазақ әдеби тілінің жағдайына келетін болсақ, бүкіл дүние жүзіндегі ұсақ ұлттар секілді қазақ өзінің тілін ғана емес, әдеби тіл арқылы, соны мен баса айтқым келеді, әдеби тіл арқылы тілдің ерекше белгілерін, мәдениеттің ерекше белгілерін, тілінің ерекше белгілерін, сонымен бірге жалпы енді ұлт қой, енді ұлттың тілін жоғалтып алмаудың бірден бір құралы әрине міндетті түрде әдеби тіл болып табылады. Бұл қазақ тілі ғана емес, ұсақ ұлттардың тілінің бәрінің басында бар нәрсе. Жаһандану дәуірінде тілді жоғалтып алмау үшін күрес күн сайын емес, сағат сайын, минут сайын жүріп жатқаны рас. Сондықтан әдеби тілді, бірақ әдеби тіл мысалы өзінің әлеуетін, күшін, мына өркениет дамыған сайын ол да өзінің күшін
ұлғайта береді, көбейте береді, байыта береді деуге болады. Әрине күшпен байыту келе қоймайтын шығар, дегенмен де ұлғайта беретіні рас, себебі әдеби тілдің жаны, ең жанды жері ол цивилизация немесе қазір біз айтып жүрген өркениет. Өркениет пен әдеби тілді байланыстырған бірден бір құрал ол жазу, әрине. Бұл жерде ауызекі тілді біз табиғи тіл деп айтатын болсақ, ауызекі әдебиетті немесе әдеби тілін біз табиғи тілмен бір деңгейде қарастыра алмаймыз, себебі әдеби тіл ол өркениет тудыратын тілдің өмір сүруінің бір формасы. Әдеби тілге берілген анықтамаларға қарайтын болсақ, әдеби тіл ол тілдің өмір сүруінің бір кезеңдегі ең жоғарғы формасы болып табылады. Неге жоғарғы формасы? Себебі әдеби тіл арқылы бүкіл мәдени, экономикалық және елдің сыртқы және ішкі қоғам өміріндегі бүкіл қарым-қатынас әдеби тіл арқылы жүзеге асады. Ал енді ауызекі сөйлеу тілі, оның мәртебесі, статусы әдеби тілге қарағанда әрине бөлек. Оны зерттейтін ғылымда тіл білімінде реч немесе коммуникативтік синтаксис дейтін терминдер ұғымдар арқылы зерттеледі, немесе сөйлеу тілінің актілері дейтін ұғымдармен зерттелетін үлкен, бұл да өз алдына үлкен құбылыс. Бірақ енді осы екеуін бір-біріне әдеби тіл критерийлері жағынан алып қарасақ, әдеби тілге ауызекі сөйлеу тілі қашанда қарама-қарсы қойылып зерттеледі. Бірақ бүгінгі заманда қазақ тілінде бұл құбылыс дәл осы күйінде қолмен қойғандай өтіп жатыр ма дейтін болсақ, бұл әңгіме, ол басқа әңгіме. Себебі қазіргі тәуелсіздік алғаннан кейін қазақтың ауызекі тіліне тілінің әдеби тілге дейтін әсері, ықпалы артуда, оны біз байқап отырамыз. Ол әртүрлі, бағанағы айтып кеткендей, деңгейлерден көрінеді. Жалпы тілдегі қоғамда бір тілде сөйлейтін ұжымда, әлеуметтік ортада сол ортаның ауызша айту, сөйлеуі және жазуында басшылыққа алатын екі нормасы бар. Ол орфографиялық және орфоэпиялық нормалар. Осының ішінде нормаға келетін болсақ, бұл жалпы алғанда қарама-қайшылықтары көп жалпы тілдік категорияға жатады. Нормада және кезеңдік сипат басым болады, себебі өткен ғасырдағы норма дәл бүгінгі кезде біз үшін норма емес. Тіпті 70-80 жылдардағы дәуірлеген социализм нормада қазір кезде бізде 100% нормалық сипатын қабылдап алуға келмейтін кезең болып қалды. Енді орфография мен орфоэпия туралы айттық қой жаңа. Бұлардың бір-біріне ұқсас жақтары бар. Екеуі де практикалық қолданбалы салаға жатады. Белгілі бір ережелерге сүйенеді, жалпыға ортақ болады, міндетті болады. Сондықтан бірақ әрине олардың айырмашылықтары бар. Мысалы, дұрыс дыбыстау нормаларын негізінен тарихи нормаға жатқызамыз, оны халық жасайды, ол ұрпақтан ұрпаққа көшіп отырады деп айтамыз. Бірақ енді біздің 15 ғасырдағы сөйлеу нормамыз, тіпті өткен ғасырдың басындағы сөйлеу нормаларымыздың барлығы тізімделген, жаңағы түсірілген, ондай жазбалар бізде жоқтың қасы. Сондықтан да біз 15 ғасырда біздің халық қалай сөйледі, оны тек жыраулардың тілінен ғана айырып көре аламыз, байқай аламыз. Ал шын мәнісіндегі дыбысталуы, біздің интонациямыз, екпініміз, кідірісіміз, қарқыны біздің тілдің қалай болғанын біз дәл қазір қолмен қойғандай, тайға таңба басқандай етіп, осылай болған деп айтып бере алмаймыз. Әрине, бізде қазақ тілінің ерекше құбылыс екенін, феноменді құбылыс екенін ескере отырып, біз ойлаймыз, біздің өзіміз солай ойлап, солай жұбатамыз. Ал енді орфоэпиялық норма, ол
қалыптастыратын, орфографиялық норма, ғалымдар қалыптастыратын норма, ал орфографиялық норманы халық жасайды дегенімізбен де дыбыстау нормасын сөздікке түсірген кезде оны халық жасамайды, әрине белгілі ғалымдар жасайды, орфографиялық сөздіктер сол үшін түзіледі. Сондықтан тілдің ежелгі тәртібі, тілдің табиғи құбылысы сақтала отырып, орфографиялық сөздік түзіледі деп біз тек үміттенеміз. Шын мәнісінде осыған дейінгі орфографиялық сөздіктерді біз қандай дәрежеде қолданып келдік? Мектептерде ол оқытыла ма, жоғары оқу орындарында қандай дәрежеде оқытылады? Ол өз алдына бөлек әңгіме. Өйткені орфографияға бөлінетін сағат саны да жоғары оқу орындарында аз болса, ал мектептерде мүлде жоқ деуге болады. Бірақ енді мысалы ағылшын тіліндегідей сөйлеу бөлек, транскрипциясы, литерасы бөлек, ол жазу емес. Біздің қазақтың тілі бәрібірде біз өзіміздің табиғи сөйлеу ұстанымымызға жақын тіл болып саналады. Сондықтан орфография айтылымға, сөздің сазына сүйенеді. Айтылымда бірізділік, жалпы халықтық сақталады деп айта бермейміз. Себебі реч немесе сөз, сөйлеу тілі ол қашанда жалқылық, индивидуалды сипаты басым тіл болып есептеледі. Себебі әрбір жеке адамның, жеке тұлғаның сөйлеу ерекшелігі бар. Содан кейін оның физиологиялық ерекшелігі бар. Солардың бәрін ескере келгенде орфографиялық немесе сөйлеу кезіндегі норма, әрбір адамның тілі, әрбір адамның сөйлеу мәнері, бұл жалпы халықтық орфографиялық норма бола қою қиын. Сондықтан ғалымдарға орфографиялық сөздік түзілуге не беріледі, мүмкіндік беріледі. Ал жеке адамның жаңа физиологиялық кемістігі бар, тілінің мүкісі бар, я болмаса темпі бөлік адамдардың айтылу нормасы ол жалпы халықтық нормаға айнала алмайды. Сондықтан ғалымдар тарапынан айтылым нормасы жинақталады, реттеледі, жүйеленеді, содан кейін барып сөздік түзіледі. Сондықтан сөйлеудің немесе сөздердің дыбысталуының бүкіл варианттар жинастырылып, жүйеленіп, дәстүрге сай тілдің даму тенденциясы мен жүйедегі ретіне қарай бір вариантын таңдайтын тіл білімінің жеке саласы орфография болып есептеледі. Бұл айтылым нормаларының жиынтығын ашады. Дәл осы анықтама қазақ тіліне де сай деп ойлаймыз, және бұл жалпы универсалды орфографиялық құбылысқа берілген анықтама ретінде тіл білімінде қабылданатын біз жоққа шығара алмаймыз. Енді қараңыздар, айтылым сонда жалпы халықтық негізін айтылымның бәрібірде ғалымдар жасайтыны айқындалып қалды. Мен солай түсінемін. Өйткені тілдік тәжірибе соны көрсетіп отыр. Себебі анау аймақта былай сөйлейді екен, мына аймақта бөлек екен, мынадан басқаша сөйлейді екен, мынау керемет біздің қайраткеріміз былай сөйлеп тұр деген десек те, ол бәрібір тіл үшін жалпы халықтық норма бола алмайды. Сондықтан сөздердің бірақ айтылуының, сөз сазының қырлары көп. Мысалы, бұны дәлелдеу үшін кейбір мысалдарды біз сөйлетіп көрейік. Мысалы, бұл беріліп өткен мысалдарды тілдік норма ретінде алуға бола ма, жоқ па, өздеріңіз ойланып көріңіздер, біріншіден. Екіншіден, бұл мысалдар негізінен басылымдардан алып отыр, сондықтан фактісі бар, дәлелі бар мысалдар ретінде қабылдауларыңызды сұраймыз. Мысалы, бір рет Монтайтастың көк автобусымен Шымкентке барды. Мына экранда шығып тұрса, слайдта Шымкентке деген сөзді мен қарамен белгілеп қойдым. Шымкент деп, немесе Шымкент деген сөз жоқ бұл жерде. Мүлде түспей қалған. Яғни бір адамның немесе бір аймақтың сөйлеу мәнерінде осылай айтылу нормасы болғаны соны көрсетеді. Ояқта, Сібірде дейді мысалы, ояқта
Ол енді бәрімізге түсінікті сөз, таныс сөз. Дәл сол сияқты осы мәтіннің ішінен мен дессерамал дейтін сөз таптым. Бұл кәдімгі орфоэпиялық сөздікте, орфографиялық сөздікте және аймақтық сөздіктерді дәсорамал түрінде берілетін сөз дессерамал деп беріледі. Енді осыны біз норма етіп ала аламыз ба? Немесе кәйтіп, ауызекі сөйлеу тілінде біз білеміз, оңтүстік өңірінен шыққан адамдар кәйтіпті өте жиі айтады. Ал әдеби нормада ол қайтып. Ауызекі тіл мен жазба тілдің бір-біріне әсері бары неден көрінеді? Әсері бары кейде осы босаң норма ретінде, енді босаң норма ретінде орфографиялық сөзде ол көрсетілмейді. Дегенмен де бұл жиілігі өте жоғары сөз болып есептеледі де, қайтыппен жарыса қолданылады. Енді әсерлесу дегенде мен осындай жағдайға байланысты айтып тұрмын. Барсай, әттеген әлеті деген қараңыз, экранда тұрмын. Түргетіп қою дейтін сөзді қараңыздар. Еш болмаса дейді. Пәрәуәй, пәлек болу деген сияқты сөздерді қарасаңыздар, осындағы мен назарларыңызды түрегелтіп қою дейтін сөзді, немесе соны түргетіп қоюға назар аударуларыңызды сұраймын. Еш болмаса, немесе ол әдеби тілдегі еш болмаса дейтін сөз, дәсорамалдың не екенін айттым. Енді дәл осы күйінде орфоэпиялық сөздікке кіргізуге бола ма? Біріншіден, бір сұрақ. Екіншіден, дәл осы күйінде айтылуға сүйенсек, айтылу нормасын қалдықтық тілге жақындатып, немесе айтылу нормасына, немесе қалдықтық тілге жақындатып, орфографиялық сөздік түзейік десек, дәл осы күйінде оны жіберуге бола ма? Бұл бірінші сұрақ. Екінші, бізде айтылып жүргенде айтылымды орфоэпияға сол күйінде енгізу дейтін бізде тенденция бар, рас. Сонда осы тіркес күйінде тұрған түргетіп қоюды айтылу нормасына жақын деп орфоэпиялық сөздікке енгізуге бола ма? Бұл екінші мәселе. Оның біріншісі, мысалы, дессорамал, ол да күрделі сөз болса, түргетіп қою ол тіркес түріндегі сөз. Мысалы, жаңағы бұлардың да айтылымның өзінің тіркеске және күрделі сөздегі айтылу нормасының әр бөлек екендігін, немесе екі түрлі құбылыс екендігіне мен назар аудартқым келіп отыр. Сонда біз қазіргі тенденция бойынша орфоэпияны айтылымды жазуға негіз етіп алатын болсақ, онда айтылым дейтін, немесе орфоэпиялық дейтін универсалды құбылысты біз тұтасымен орфоэпияға көшіретін болсақ, онда орфоэпия дейтін ұғымды біз жоққа санатына қосамыз. Себебі жаңағы айтылу нормасымен жазылған, таңбаланған сөздердің бәрі орфографияның еншісіне көшеді, соның зерттеу нысанына айналады. Сонда орфоэпия мен орфографияны біз бір нәрсе деп ұғынатын жағдайға жеттік пе дейтін мәселе. Өйткені орфоэпияда ықпалдастықтың түрлерін біз білеміз, олардың барлығы қолданылады, бірақ енді ықпал түрлерінің барлығын пайдаланып орфоэпиялық норма жасау, ол әрине тілшілердің көкейіне қона қоймайтын нәрсе. Сондықтан айтылым проблемасы мен жазба тілдің арақатынасы арасындағы проблема ретінде қарау керек деп ойлаймыз. Орфоэпияны өзінің жүйесімен қалдырып, орфографияны өз жүйесімен реттегеніміз әрине дұрыс. Сондықтан түбір сөзді айтылым нормасымен жазу бар. Әрине барлығын емес, кейбірін. Ал енді тіркестерді айтылым нормасымен жазу, ол қателікке ұрындырады. Жазуда өте көп келеңсіздіктер тудыратынына мен қатты түсінемін оны, өйткені тіл теориясына қайшы құбылыстар өте көбейіп кетеді. Мысалы, мынау біздің тілдегі әңгіме құмар дейтін сөз бар, иә? Біз бұны айтылу нормасына бағынып, әңгіме құмар деп жазатын болсақ, ән құмарды, ән құмар деп жазатын болсақ, әсіре қызыл деп жазатын болсақ, әсіре қызылды, ауғайық деген сөзді ауғайық деп жазсақ, ауыз кергіш дейтін құралды ауыз кергіш деп жазатын болсақ, яғни айтылым нормасына сәйкес
жазатын болсақ, бұнда бұл біз нені жоғалтамыз дейтін мәселеге келіп тоқталайық. Біріншіден біз сөздің түбірін жоғалтамыз. Өйткені күрделі сөздердің жасалу тәсілдерін өздеріңіз көріп отырсыздар. Дәл осы келтірілген мысалдарда біріккен сөздер бұлар. Біріккен сөздердің барлығының бірдей түбірін жоғалтып жіберіп жазу, ол тіл теориясына қайшы біріншіден, екіншіден біз түбірді жоғалтамыз. Бұл сөздің шығу тегін не екенін білмей қаламыз, және сөздің түбірін жоғалту дегеніміз, мен ойлаймын, тіл үшін бұл трагедия. Себебі құмар сөзін біз ғұмар деп айта алмаймыз. Дәл сол сияқты басқа сөздерде осы ыңғайға келіп тұр. Сондықтан біріккен күрделі сөздерді айтылым нормасына мен жазу деген бұл түбірді жоғалтумен бірдей. Ал енді түбірді жоғалту немесе сөздің морфологиялық құрамын жоғалту бұл жақсы нышан емес екенін өздеріңіз де түсінесіздер. Сонда қазіргі тенденция бойынша жазба тілде байқалмайтын ұзақ құрылымды синтагмалардың логикалық мағыналық байланыстары сөйлеу барысында кідірістердің, қарқынның, интонацияның көмегімен жеткізіледі. Оның жеткізу мүмкіндігі зор. Біз кідіріс арқылы да мағына жеткізе аламыз, интонация екпін арқылы да мағына жеткізе аламыз, қарқынмен де мағынаны жеткізуге біздің ауызекі сөйлеу тілінде әлеуетіміз бар. Бірақ енді дәл осыны жазба тілде біз дәл сол күйінде жеткізе алмаймыз. Сондықтан да мына жазба тілдің ауызша тілге тым жақындауы, іргелес жатуы бұл орфографиялық норманың бұзылуы ретінде қабылдаған дұрыс деп ойлаймын. Екіншісі, қандай тенденция бар, қандай үдеріс бар қазір осы заманда? Синтаксистік байланыстардың біртіндеп үзілуін байқауға болады. Жаңағы ауызекі сөйлеу тілінің әсерімен жазба тілдің әсерлесуінен пайда болатын құрылымдардың көбейіп кеткендігін біз байқап жүрміз. Ондай құрылымдардың көбеюі, мысалы, ауыр жүк тасығыш дейтін күрделі сөзді алыңыздаршы, бұл көліктің атауы. Bir кезде бұл ауыр бөлек жазылатын, жүк тасығыш бірге жазылып жүрсе де, о баста бұл үш сөз болатын. Тілдің даму барысында орфографиялық нормалар осы сөздерді біріктіріп тұр. Енді жүк тасығыштың біріктіріп жазылуы әрине көңілге қонады. Ал енді ауыр сөзінің жүк тасығышқа тіркелуі, бұл да замананың ағысымен келіп отырған атау ғой. Осындағы ауыр сөзіне қарап көріңіздер. Ауыр морфологиялық тұрғыдан сын есім, ал енді жүк тасығыштың құрамына ауысқан кезде бұл енді атау сөзге айналып тұр, өзінің сындық мәнін жоғалтты және сөйлемді басқа қызметке ауысты. Сөйлемді бұл анықтауыш болса, енді бұл ауыр жүк тасығыш дейтін сөз бұл сөйлемнің бастаушына айналып кетеді. Морфологияда да солай, ауыр сын есім болатын болса, жүк тасығыштың құрамына өткеннен кейін ауыр сөзі енді бұл зат есім, күрделі сөз немесе күрделі зат есім тудырып тұрған, немесе күрделі зат есімнің құрамындағы бір компоненті ретінде ғана қалып отыр. Келесі бір жазба тіл мен ауызекі тілдің әсерлесуінен пайда болатын қауіпті құбылыс, әрине бұл сингармонизм заңының бұзылуы деуге болады. Өйткені біріккен сөздерде сингармонизм заңы сақталмайтынын білеміз. Бұл орыс тілді аудиторияда сабақ өткізген кезде де алдымыздан шығатын проблема. Және жаңағы сингармонизм заңы қазақ тілінің негізгі заңы дейтін болсақ, сөздерді біріктіруде бұл әрине бір проблема ретінде қарауға болатын нәрсе. Сондықтан біз жалпы осыған дейінгі оқулықтарда, әдебиетте сөздердің бірігуін, кірігуін тарихи құбылыс ретінде қарастырып отырамыз. Бірақ енді жазу осы ыңғайға әкеліп тұр. Неге? Жазудың технологиясы әрине ол әдеби норманың қалыптасуына әсер етеді, және оның өзінің технологиясы, өзінің заңдылықтары бар. Сондықтан бұл заңдылықтар бәрібірде
жазу арқылы туындап отырғанын біз мойындауымыз керек. Жазу өйткені көзбен қамту, қазіргі жазу теориясы мен грамматологиямен айналысатын адамдардың қалыптастырған терминіне қарайтын болсақ, көзбен қармап оқуға әрине ауыр жүк тасығыш бөлік жазылғаннан гөрі әлдеқайда оңай, және осы сөздердің біріктіріп жазуын менің байқауымда кейбір жүргізген зерттеумен қарағанда осыны баспагерлер де қолдайтын сияқты. Өйткені бұл дәл осылай жазу және оқу кезінде де, жазу кезінде де қол байламайтындығын, ал оқыған кезде уақыттың аз кететіндігін байқатып отыр деп әрине дәлелдейді. Бұл мысалдар факты. Бұлардың барлығы факт ретінде сөздіктен алынып отыр, ал сөздікті пайдалану ол зерттеушінің міндеті. Сондықтан біз осы сөз біріктірілу сияқты тарихи тәсілдердің, осындай сөздердің біздің тілімізде, орфографиялық сөздіктерімізде және түсіндірме сөздіктерімізде бар екендігін дәлелдеу үшін мен келтіріп отырмын. Бірақ енді біріктірген кезде де жаңағы морфологиялық принциптің мен сақталған өз басым зерттеуші ретінде әрине қалар едім, себебі сөздің түбірінің сақталғанын мен дұрыс деп есептеймін. Бара-бара біз сөздің түбірінен айырылу ол жақсы емес. Сондай мысалдардың бірі, мысалы, кеше ғана қазіргі кезде өте жиі айтылатын мысал, алмағаш дейтін сөздің 2013 жылғы сөздікте бірге және бір амен жазылуын айтуға болады. Алмағаш деп. Міне, мына жерде мен айрықшалап көрсетейін. Алмағаш деп жазылған сөзді, бұл әрине көп дау тудырған сөз. Енді осыны алма ағаш түрінде жазған дұрыс па, алма ағаш түрінде жазған дұрыс па дейтін мәселеге мен өз көзқарасымды айтатын болсам, алма ағаш деп біріктіріп жазғаннан гөрі алма ағаш деп мен сол аналитикалық түрде жазылғанын қалар едім. Себебі алма ағаштың ар жағында бір ғана жемістің атауы ғой, бұл жеміс ағаштың атауы. Одан басқа да жүздеген жеміс ағаштары бар, жалпы жеміс атаулары бар. Олардың барлығында мысалы түбірлерін жоғалтып алу қаупі және жаңағы түркі изофет дейміз, түркі изофеттің сақталғаны дұрыс деп есептеймін. Ал енді сақталмай жатса, ол әрине жаңа қалыптасып жатса, ол біртіндеп қалыптасатын құбылыс болуға тиіс, және ол құбылысты асықтырудың қажет жоқ деп есептеймін. Мысалы, ши ағашты алыңыз. Ши ағашты жаңағы алдыңғы алма ағаштың әсерімен жазатын болсақ, ши ағаш деп жазсақ, шиенің түбіріндегі еден біз айырылып қаламыз да, оның ши ағаштың бір құрамы, бір компонент ши екендігін біз айыра алмайтын дәрежеге жетер едік. Сондықтан да түбірді жоғалту дегенге мен өз басым қарсымын. Жазған кезде, тіпті біріктіріп жазған күннің өзінде шие ағаш деп тіл заңдылығына қайшы деп айтатындар болса да, ауызекі сөйлеу тіліне келмейді десек те, бір екі дауысты дыбыстың қатар келуі біздің тілімізге жат заңдылық деп есептесек те, түбірдің сақталғанын біз қадағалауымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан да үнемдеудің өзін көп жағдайда уақытпен келетін құбылыс ретінде қарағанымыз дұрыс. Енді бір ескеретін жай, осы пікірталастардан кейін, осындай жаңағы айтылып жүрген әңгімелерден кейін жаңадан жасалып жатқан, түзіліп жатқан орфографиялық сөздікте бұл мәселелердің көбінің ескерілгенін айту керек. Енді қараңыздар, ауызекі сөйлеу тілінің жазба тілге әсері мүлде жоқ деп біз айта алмаймыз. Бұл да оған мысал ретінде әр әріпте кездесетін мұндай сөздердің қатары бар. Мысалы, а сөзінің немесе ал буының құрамында келетін алагеуім дала дегендегі. Алагеуімдену, айналаның алагеуімденуі. Алагөбе бұлттар, алагөбеден тұру, алагөбеде ояну дегендегі. Алагүлік, мал ауруының атауы. Бұлар г-мен жазылып, норма ретінде бекітілген. Әрине, қатарласа алакеуім де, алакөбеде, алакеуімдеуім де қолданылады. Бұл дұрыс айтылым тенденциясы, қазіргі айтылып жүрген тенденция бойынша, дұрыс айтылым орфографияда
норма ретінде қалыптасып тұр. Сондықтан орфография түзгенде де тек қана жазба тілдің немесе жазу басшылыққа алынады дейтін қате пікір болмауы керек, себебі айтылым нормасы да басшылыққа алынатын сөздердің жазылуы бар. Олар бір сөз емес, жүздеген сөз. Сондықтан орфографияда сыңар жақтық орын алды, қазақ тілінің айтылымы сақталмады дейтін пікірдің 100% дұрыс еместігіне менің күмәнім бар. Өйткені тілдік фактілер басқаша сөйлеп тұр. Сондықтан жазба тілді жаппай айтылымның әсеріне бағындыру біріншіден дұрыс болмаса, ал енді ауызекі сөйлеу тілі жазба тілге әсер етпейді дейтін мәселе де дұрыс емес. Ал енді орфографияны таза орфографияға айландыру дұрыс бола ма? Жалпы орфоэфия тіл біліміндегі универсалды ұғым, одан бас тарту дұрыс па? Немесе орфоэфияны тұтасымен орфографияға айландырып, орфографиядан бас тарту дұрыс па? Екеуі де дұрыс емес. Әрине, қазақтың орфоэфиясы мен орфографиясында өзіндік ерекшеліктер бар. Оны спецификалық ерекшеліктер деп айтамыз. Екеуінен де бас тарту дұрыс емес. Сондықтан академик Рабиға Сыздықтың мынандай сөзі бар: жұртшылықты орфоэфиялық нормаларға баулу, ол нормаларды арнайы үйрету жұмыстары өз дәрежесінде болуы тиіс дейді. Сондықтан ғалымдар тарапынан айтылып жүрген мектеп оқулықтарында, мектеп программасында, бағдарламасында, жоғары оқу бағдарламасындағы орфоэфияның сағат санын көбейту, оны көбірек үйрету, тілдің нормасын, жаңағы айтылым нормасын жазылу нормасына жақындатудың бірден бір жолы, немесе кейбір түсіндіруге болмайтын құбылыстарды орфоэфия арқылы жеткізудің бірден бір анық жолы, дара жолы осы деп мен өз басым ойлаймын. Ал енді бұл міндетті пәндердің қатарына кірсе тіпті жақсы. Емле ережелері сияқты бұлар да ресми түрде бекітілу керек, және осы заңдылықтардың радиода, телевидениеде, бақ құралдарында, аудиалық немесе естілетін бақ құралдарында сақталғаны дұрыс. Ол да жаңағы орфографиялық норма сияқты кәдімгідей адамдардың арасында серпін тудыратындай, қателік болып жатса заңдылық болу керек деп есептеймін. Бірақ енді бүгінгі күннің шындығы коммуникацияның негізінде жазу жатыр. Жазу ол орфографияға сүйенеді, сондықтан орфографиялық сөздікке сүйенеді деген сөз. Ал енді жазуда орфоэфияның енуі белгілі бір дәрежеде норманың қалыптанбауын тудырады, немесе аутенттілігі әдеби тілдің азаяды, мүлде жоғалады деуге болады. Ал енді аутенттілігі нашар, жоқ жазба тіл, әдеби тіл, ол коммуникациядағы ғана емес, кез келген мәдени экономикалық қатынастағы қауқары төмен, әлеуеті төмен тілге жатады. Сондықтан өркениет дамыған елде әдеби тілдің жазу нормасы ол күшті болу керек. Оның лексикалық та, фонетикалық та, морфологиялық та, синтакстік нормасы қолмен қойғандай, қыздың жиған жүгіндей болып тұруы тиіс, сонда тіл нормалары сақталады. Әрине, заманауи үдерістер өзінің әсерін жасай береді. Ол үдерістерден тіл шет қала алмайды, өйткені тілдің жүйесіне әсер ететін кейбір құбылыстар бар. Ондай ықпалды құбылыстардың ешқайсынан да тіл бас тарта алмайды. Тілді тұтынушылар да ондай жаңағы заңдылықтардан деуге болады, заңдылықтардан бас тарта алмайды. Жалпы норма, жазба коммуникация, жазу бұл негативті да, позитивті да ықпалдары жоғары құбылысқа жатады. Оның негативінде, позитивінде тең дәрежеде ұстау кейде мүмкін болмай қалады. Сондықтан жазуды жаңағы грамматологтардың айтуы бойынша өзінің деңгейінде қабылдаған дұрыс. Ал негативтілігі жазуды ол тілдің, жалпы кез келген тілдің өміршеңдігімен реттеліп отыратын
жағдай, себебі кез келген тіл бұл өміршең әрі күрескер болып табылады. Біздің қазақ тілде күрескер тіл, ол өміршеңдігін осыған дейін де сақтаған, әлде сақтай береді деп ойлаймыз. Мысалы, бір кездердегі жазудың да жаңағы ауызекі сөйлеу тілінің де нормаларының жаңағы бізде 100% келесі кезекке өтуі кейде мүмкін болмай жатады. Мысалы, қазақ газетіндегі өнеркәсіп дейтін сөзді алайықшы. Қазақ 13-14 жылдарда өнеркәсіп дейтін сөз бөлек жазылған. Мен қазір экранда бөліп көрсетемін. Бөлек жазылған өнеркәсіп түрінде, кейіннен 17-16, 18 жылдардың арасында өнеркәсіп дейтін дефиспен жазыла бастады. Бұл нені байқатады? Өнеркәсіп сөзі қазіргі жазылу күйіне түскендігін байқатады. Яғни біз бір кездегі Байтұрсынов қалыптастырған өнеркәсіп сөзінің жазылуын әдеби тілдегі жазу нормасы ретінде алып отырмыз. Енді осыны өткен ғасырдың басында бұл бөлек жазылған, я болмаса дефиспен жазылған деп қайтадан сол нормаға апарсақ дұрыс болар ма еді? Қалай ойлайсыздар? Мен өз басым ойлаймын, бұл дұрыс болмас еді деп. Себебі бұл құбылыс жазудың ерекшелігінен туындайтын құбылыс. Өйткені жазырмандар тіпті 70-80 жылдардағы норманың ауыстырғанын бүгінгі таңда жақтырмай отырғандығын білеміз. Кейбір сөздердің біріктірілуін, кейбір сөздердің дефиспен жазылуын, бұрын дефиспен жазылып жүрген сөздердің біріктіріліп жазылуын, я болмаса басқа да жаңағы айтылымға сәйкес алакеуімнің алагеуім болып жазылуына қарсы жазырмандар да бар. Сондықтан олардың да пікірі ескерілу керек. Өйткені ескі стереотиптердің 70-80 жылдардағы ескі стереотип деп есептейтін болсақ, солардың өзінің бұрынғы нормалардың жадта ұзақ сақталып қалуы бұл жаңа жазуда, жаңа ережелерін түзуде қиындық келтіреді. Қиындық қай жағынан келеді? Біріншіден, бұлар жазылуда да, айтылуда да жаңағы жарыспалы варианттың пайда болуына әкеледі. Өйткені стереотип нормалардың бірден жоқ болып кетуі, санадан өшіп кетуі әрине өте қиын нәрсе. Бұл кез келген сөзге, оның айтылуы мен жазылуына, кез келген әріп пен дыбысқа, яғни алфавиттегі таңбалардың өзгеруіне де байланысты құбылыс екендігін мен сіздердің естеріңізге тағы да сала кетемін. Сондықтан жазба тіл мен ауыз екі сөйлеу тілінің, ауыз немесе сөйлеу актісіндегі сөздердің дыбысталуының барлығы бірде 100% бір-біріне сәйкес келу дейтін, 100% айтылымды норма қылып алу дейтін, бұл біздің алдымызда проблема болмауы тиіс деп ойлаймын. Осыны ескергенде тіл мәдениетіне, тілдің өміршеңдігіне белгілі бір дәрежеде жаңағы өзінің кесірін тидіреді деп есептейміз. Өйткені ауызекі тілдің тағы да бір келесі проблемасы бар. Ол ауызекі тілдегі арго, жаргон сөздердің, басқа да сөздердің жиі қолданылатынын білеміз. Оны паразит сөздер деп айтамыз ғой. Ондай сөздердің біз қазір тіпті паразит сөз деп айтудан қашатын болдық. Мысалы, орыс тілінен енген сөздерді ауызекі сөйлеу тілге жақындатып, қазақ тілінің нормасына салып айтатын болсақ, біз оны паразитке қарамауымызға керек деп ойлаймын қазір. Мүмкін соларды қазір жазу нормасына енгізу керек шығар. Мысалы, мына алдарыңыздағы экранда тұрған сөздерге қараңыздар. Мысалы, бірінші сөйлемді қарайық. Тағы олар 11-ші перомен жазу жазды дегенді қарасаңыздар, әрине перо біз үшін паразит. Бірақ келесі сөйлемді кириллица әріптеріне үйренді дегенде кириллицаны жазу нормасы ретінде халық ұсынып отыр. Дәл осыны енді ойланып барып, мүмкін жазу нормасына енгізген дұрыс болар ма еді. Тошны дейтін сөз әрине бұл жаңағы паразит немесе кірме сөздің жаргон сөз деуге болады. Ал енді Дарвиннің жазылуына қараңыз. Қазақ тіліндегі Дарвин деп айтсақ, бұл қалай болады екен? Дәл сол сияқты әлгебра, қимия деген сөздердің жазылуына
көңіл аударыңыздар, міне алгебра, химия. Я болмаса вечер дейтін сөз, вечер, бұл енді әрине жаргон, дегенмен де омлетті өмлет деп айтады мысалы. Дәл сол сияқты якут немесе жақұтты якут деп беріп отыр. Авторитетті авторитет. Бермут дейтін виноның атын бермут дейді. Пиво дейді, сыра деп айтамыз ғой, әрине бұл енді жаргон, дегенмен де газетті қалай беріп отыр? Газет деп беріп отыр. Апоризмді апоризм деп беріп отыр. Осылардың барлығын неге кірме сөздерді, жаңағы шет тілі сөздерін алған кезде толық 100% норма қылып алмасақ та, осы айтылымды ескерсек болады. Міне бұл ауызекі тілдің жазба тілге әсері, немесе екі тілдің бір-біріне тигізетін әсері, әсерлесуі бір-біріне деген мәселеде ой салатын проблемалар деп есептеймін. Бұл келтірілген фактілер, тілдік фактілер, фактор ретінде орфография мен орфоэпияның, сөйлеу тілі мен жазба тілдің, лексика мен грамматиканың әсерлесуінің мен бүгін бір қырына ғана тоқталдым. Бұл бір лекциямен, бір дәріспен айтылып бітетін, таусылатын проблема емес. Бірақ бір қыры бүгін айтылды деп есептеймін. Сіздерге белгілі бір дәрежеде ой салып жатса, мен тек риза боламын. Менің дәрісім осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.